Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай жұмсақ дәмді болып шығатын, небәрі 15 минутта дайын болатын рулет әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қант қосып, жұмыртқа мен қантты ақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осылай миксерлеп алдық. Енді осы массаға илеуіштен өткізілген ұн және де қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді бетін әрлеуге жарты кесе көлемінде алып қаламыз. Жаңағы алып қалған бөлікке 1 шай қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Кейін противеньге пергамент қағазын төсеп, жаңағы дайын болған массамызды құямыз да, видеода көрсетілгендей бетін тегістейміз. Содан соң жаңа алып қалған какао қосылған бөлікті целлофанға құйып алып, осылай бетінен узор жасап, зубочистканың көмегімен осылай видеода көрсетілгендей әдемілеп шығамыз. Яғни бұл өздеріңіз қалауларыңызға қарай. Барлығын осылай әдемілеп алған соң, қызып тұрған 180 градус пеште 10 минут пісіреміз. 10 минуттан кейін осылай жаңағы рулетімізді алып, осылай орамалға осылай төңкеріп алып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Содан соң видеода көрсетіліп тұрғандай осылай орамалмен бірге орап 15-20 минуттай суытамыз. Енді міне суыған соң ортасына кез келген начинканы пайдалансаңыздар болады. Менде мұнда қою абрикос, яғни өріктің вареньесі, кез келген өздеріңіз қалауларыңызға қарай вареный сгущенка, арахис, кез келген салманы пайдалансаңыздар болады. Содан кейін осылай қайтадан орап, ысына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.